Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге қанаттағы 50-ші сабақ сандарды дөңгелектеу. Сандарды дөңгелектеу үшін біз қарапайым мысал алатын болсақ, мысалы 27 деген санды біз шамамен 30 деп жазамыз, ал 21 деген санды біз шамамен 20 деп жазамыз. Себебі 21 деген сан 30-дан гөрі 20-ға жақын, ал 27 деген сан 20-дан гөрі 30-ға жақын. Мұны ондыққа дейін дөңгелектейтін болсақ. Ал мысалы 458 дейтін болсақ, бұл бізде 400-ден гөрі 500-ге жақын. Ал 229 дейтін болсақ, біз бұны 100-ге дейін дөңгелектейтін болсақ, бұны 300-ден гөрі 200-ге жақын деп аламыз. Бұлар қалай шығып жатыр? Бұлар 5 санмен салыстырамыз. Соңғы тұрған саннан бастап 5 санымыз. 7 5-тен үлкен болғандықтан ол бізде 2-ге келіп 1 қосылады, бұл 3 болып кетеді, 30 болады. 1 5-тен кіші болғандықтан алдыңғы санға қосылмайды, сондықтан 20 болып қала береді. Мында да дәл солай. 458 8 5-тен үлкен мынаған келіп қосылады, 5-ім 6 болады. 6 5-тен үлкен мынаған келіп 1 қосылады, 500 болып кетеді. Әрі қарай 9 мынаған келіп қосылған 3 болады, 3 бірақ 5-тен кіші мынаған келіп қосылмай қалады екен. Сондықтан ол 200 болып қалады екен. Осылай сандарды дөңгелектеуге болады екен. Егер 10-дыққа дейін десе 1 нөл болу керек, 100-дікке дейін десе 2 нөл болу керек, 1000-дыққа дейін десе 3 нөл болады. Мысалы 2045 болатын болса, бұл бізде көрініп тұр. 3000-нан гөрі 2000-ға жақын. 2000 де бірден кете аламыз екен. Ал 10-дыққа дейін десе, мысалы 229583 десе, мысалы менде 10.000-дық десе, бізде 4 нөл болу керек. Мысалы қарайтын болса, менде 3 кіші 5-тен қосылмайды, 8 5-тен үлкен мында келіп 1 қосылады, 6 болады, 6 5-тен үлкен мында келіп 1 қосылады, 10 болады, мында келіп 1 қосылады, сонда бізде 229583 менде 230 000 болады. Бұл бізде 10.000-дыққа дейін дөңгелектеу. Ал 10-дық үлеске дейін дөңгелектеу дейтін бар бізде, мысалы 2/131. Ол бізде 1 5-тен кіші, сондықтан 10-дық үлеске дейін десе өтірден 1 санға 2/10-3 деп аламыз. Мысалы 4/159 дейтін болса, бізде ол 9 5-тен үлкен, онда біз оны 4/6 деп тоқтай аламыз. Ал 100-дік үлес дейтін болса, 2/29 болатын болса, біз оны 9 5-тен үлкен мында келіп қосылады да 2/3 деп өтірден 2 сан қалдырамыз. Ал бізде мысалы мынадай сан беріледі. 35 деген сан берілсе, біз оны 10-дыққа дейін дөңгелектеңдер етсе, 5 пен 5 тең, сол кезде 5 пен 5 тең болғанда да алдыңғы санға 1 қосылады, 35 менде 40 болады екен. Осы әрі қарай есептерді шығарамыз. Тапсырма. 188 жуықтау теңдікпен оқыңдар, берілген сандар қандай разрядқа дейін дөңгелектелген. Мысалы бізде мында бір қарапайым көзбен қарайтын болсақ, 356 356 80 болса, ол бізде 10-дық үлеске дейін, 356 82 356 100 бұл 100-дік үлеске дейін, 356 356 бұл 1000-дық үлеске дейін, 1000-дыққа дейін 356 360 бұл 10-дыққа дейін, 10.000-дыққа дейін 356 400 000 болып тұр, бұл бізде 100 000-дыққа дейін дөңгелектелген екен. Әрі қарай 75 бүтін 10 мыңнан 395 80 болып тұр, бізде 10-дыққа дейін дөңгелектеп тұр. 75 бүтін 10 мыңнан 395 75 болып тұр, бүтінге дейін дөңгелектеп, бүтін сан қылып тұр. 75 бүтін 10 мыңнан 395 75 бүтін 10-нан 0 деп тұр. Енді бұл бізде бұл жерде өтірден 1 сан қалдырғандықтан ол бізде 10-дық үлес. 75 бүтін 10 мыңнан 395-ін өтірден 2 сан болғандықтан бұл жерде бізде 100-дік үлес. Әрі 75 бүтін 10 мыңнан 395-ін бұл жерде бізде өтірден 3 сан болғандықтан 1000-дық үлес деп анықтаймыз екен. Әрі қарай келесі 359 мына сандарды 10-дыққа дөңгелектендіреді. Мысалы 75-ім менде ол 80 деп алынам, 34-імді 30 деп алынам, 816-ымды 820 деп алынам, 42-ні 40 дейм, 1859-ды 1860 дейм, 6394-ді 6400 деп алам екен. Әрі қарай келесі 612-ні 100-дікке дейін дейді. 612 700-ден гөрі 600-ге жақын, 871 900-ге жақын, 1304 1300-ге жақын, әрі қарай 1950 2000-ға жақын. Әрі қарай келесі үшіншісі
мыңдыққа дейін дейді. 5402 5000-ға жақын 6000-нан гөрі. 2383 мына жерде сан аяқталады. 2783 3000-ға жақын. Әрі қарай 430.456 бізде 431.000-ға жақын, 431.000-ға жақын. 84.609 ол бізде 85.000-ға жақын екен. Әрі қарай 4-шісіне 10.000-ға дейін дейді. 4-шіден бастап мен астына жазайын. 6.009.842 болатын болса, онда бізде 6.010.000 болады. 6.010.000 4 нөл бар, 10.000-ға дейін. Әрі қарай келесі 15.624.035 болатын болса, бізде бұл жерде 24.000-ды қарайсыз болады. Бұл жерде бізде 20.000-ға жақын, 24.000, 25.000-нан гөрі, 30.000-нан гөрі 20.000-ға жақын, сонда 15.620.000 қылып аламыз екен. Әрі қарай келесі 946.207, бұл жерде бізде 946.000, 40.000-нан гөрі 50.000-ға жақын, сондықтан мен оны 950.000 деп аламын екен. Әрі қарай келесі 34.567-ні мен 34.000-нан 35.000-ға жақын. Яғни 34.000-ым 40.000-нан гөрі мына жерде дөңгелетіп болса 7 5-тен үлкен 1 қосады, 6 7 бар, 7 5-тен үлкен мұнда 5-ке 1 қосады, 6 болады, 6 5-тен үлкен мұнда келіп 1 қосады, 4-ім 5 болады, 5-ім 5-пен тең, сонда алдыңғы 3-ке келіп 1 қосады, ол бізде 34.567 40.000 болады екен. Әрі қарай 5-шісі. 5-шісін қарайтын болсақ, бірлікке дейін дейді, яғни өтірден қалдырмаймыз. 77.157 78 болады, 124.10-нан 1 124 болады, 16.10-нан 27 16 болады, 420.187 422 болады, 18.159 19 болады, 3.94 4 болады. Әрі қарай 6-шысында бізде 10-дық үлеске дейін өтірден кейін бір сан қалдырамыз. Мұнда өтірден кейін бір сан қалады 657.10-нан 2. Әрі қарай 0.512 0.10-нан 5 болады. Әрі қарай 57.429 57.10-нан 4 болады. 99.98 100 деп ала берсем болады. Бұл жерде 10-нан мұнда 9 болғандықтан мұнда келіп 99 100 болып кетеді. 7-ші мына жерге жанына жазайын. 100-дік үлеске дейін дейді. 100-дік үлес дегенде өтірден 2 сан қалу керек. Мұнда 6 5-тен үлкен болғандықтан 0.8 деп алса болады. Мына жерде 8.157 деп алуға болады. Әрі қарай мұнда 13.4 деп алуға болады. Әрі қарай мұнда 1.195 деп алуға болады екен. Әрі қарай 8-ші тапсырма. 1000-дық үлеске дейін дейді. 1000-дық үлесі 4 нөл болу керек. Біз мына соңғы 4 нөлдерді қараймыз. 4 сан болу керек өтірден кейін. 4 сан болу керек. Бізде мына жерде 8.10-нан 3272 болады. Себебі 5 5-ке тең алдыңғы санға келіп 1 қосылады. Әрі қарай 49 мұнда бізде 1000-дық үлес деп берген ғой. 1000-дық үлес болатын болса, біз оны 2-ні қосамыз. 327 болады. 327 болады. Әрі қарай 1000-дық үлес болса 3 сан қалу керек. Мұнда бізде 49.10-нан 56 болады. Әрі қарай 148 мұнда 3 сан қалу керек болатын болса, онда біз 100 деп ала қойсақ болады. Мұнда 234-ді мен бұл жерде 235 болып кетеді. 2535 болып кетеді екен. Әрі қарай келесі. Ас қасыққа 25 грамм ұн, ал стаканға 130 грамм ұн сияды. Стаканға шамамен қанша ас қасық ұн сияды? Енді оны табу үшін мен бөле қоямын. Бөле қоямын. 130-ды бөле қоямын 25-ке. 5-тен берсем 125 болады. 5 қалдық қалды. Бізде толық сиятын бірінші стаканға шамамен 5 ас қасық ұн сияды екен. 5 ас қасық.
Келесі 761-де де дәл солай ас қасыққа 30 грамм тұз, 6 стаканға 220 грамм тұз, стаканға тұз қанша ас қасықпен өлшеуге болады дейді. Шамамен менде 30-ға бөлетін болсам 7-тен берем, 210 болады, 10 қалдық қалды. Бізде сонда 7 ас қасық. 7 қасық деп кетейін. Әрі қарай 362. Мына берілген сандар жоқтау дұрыс болу үшін сандар арасынан біреуін таңдап жұлдызшаның орнына қойыңдар. Мысалы мен 202,38-ім, шамамен бұл 2,5-ға жақын, 2,5 болғасын мен бұл жерде аламын 20 болу үшін шамамен 50,14 тұғын. Бірінші санның орнына 50,14 тұғын. 50 мынау менің былай қарағанда 2,4-ке жақын, 24-ке 5 көбейтсем 120 деп от, 50,14 тұғын. Әрі қарай екінші 3,4 3-ке жақын, 6-дан аспайды, 6-дан кем сандалам. Мына жерде қарап тұрсам 5,19 екен. Үшінші 5,12 менің 5 болады. Шамамен алсам 5 болады. 5-ке 30 көбейтсем 150, енді бұл жерде бізде 5-тен артықсан болғандықтан 29,2 деген сандалам екен. Оннан 2. Төртінші мынау бізде 0,64-ке шамамен 0,6-ға тең сан. Шамамен менде 6 болу үшін 10-ға жақын сандалам, 0,16, 10 көбейтсем 6, сондықтан мен оны 9,138 алам екен. Бесінші 4,102 100-ге жақын сан, 100-ге көбейтсем 402 бар, сондықтан 99,14 деген сандалам екен бесіншіге. Әрі қарай алтыншысында бізде 1,95 2-ге жақын сан, менде 40-қа жақын сандалам, бірақ 40-тан сәл асырды, 41-ді алам, алтыншыға. Жетінші санға, 30,16 десем, қазір менде 1-ге жақын сандалам, сондықтан менде алынатын сан 0,99 екен. 1 алсам менде асып кетеді, осы өліп кетеді. Сегізінші 2,18-ге 3-ке жақын сан, 70-ке жақын, 70-ке жақын сандалатын болсам, 70-тен сәл асып 74,19-ды 74,19-ды аламын егер жұлдызшылардың орнына осы аталған сандарды қойсақ, жоқтаған кезде тең болады санымыз шығады. Ары қарай 763 мына кестелерде берілгендерді қолданып халық санын бірінші бүтінге дейін, екінші жүздікке дейін дөңгелектеңдер. Бүтінге дейін дөңгелектейтін болсақ, 736 менің шамамен 135,6-ым 136 болады. 808,19-ым 809 болады. 1984,5-ім 1985 болады. Әрі қарай кеттік. 567-ім 568 болады. 1394-ім 1394 болып қалады. 1084-ім 1085 болады. 5 пен 5 тең 623,19-ім 624 болады. 1369,17-ім 1370 болады. 880,18-ім 881 болады. 339,18-ім 740 болады. Әрі қарай Маңғыстау облысы 587,14-ім 587 болады. 152,18-ім 153 болады. 575,18-ім 576 болады. 2733,3-ім 2733 болады екен. Енді әрі қарай жүздікке дейін дөңгелектеңдер десе, енді бұл 736-ым шамамен бұл жерде бізде 800-ден гөрі 700-ге жақын. 808-ім 800-ге жақын көрініп тұр. 1984-ім 2000-ға жақын. 568-ім шамамен ол 600-ге жақын. 1394-ім 1400-ге жақын. Әрі қарай жүздікке дейін дөңгелектейтін болсақ, әрі қарай кеттік келесі. 1084,15-ім 1100-ге жақын. 624-ім менде бұл 600-ге жақын. 1369,17-ім 1400-ге жақын. 889-ге жақын.
40'ım 700'ge жақын. 587'im 600'ge жақын. 752'im 800'ge жақын. 575'im 600'ge жақын. 2733'ім 2700'ge жақын екен жүздікке дейін дөңгелектейтін болсақ. Әрі қарай осы беттерге орналасқан 30-31 кестелерде берілгендерді алдымен бүтінге дейін дөңгелектеп, Ақмола облысының орталық Көкшетау қаласының халық саны облыстың халық санынан қанша есе артық екенін есептеңдер. Бұл жерде кем екенін есептеңдер деп тұрған шығар. Тура осындай тапсырманы Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласы мен облыстың халық үшін орындаңдар дейді. Енді Ақмола облысының халық саны шамамен бүтінге дейін есептейтін болсақ, бұл жерде бізде 736 деп айттық. Көкшетау халқы 160 деп аламыз. Сонда қанша есе артық екенін анықтау үшін 736-ны бөлемін 160-ға. 736-ны 160-ға бөлетін болсақ, шамамен менде 4,6 шығады. Ол бізде жоқтап алатын болсақ, 5 есе көп деп айта аламыз екен. Әрі қарай келесі. Маңғыстау халқы 587 деп алайық. Ақтауды 183 деп алайық. Шамамен 587-ні бөлемін 183-ге. Шамамен 3,2 есе болады. Онымен 3 есе артық деп жазыламыз екен. Әрі қарай келесі тапсырма бөлшекті ондық үлеске дейін дәлдікпен ондық бөлшекке айналдырыңдар. Мысалы, бірінші 3-тен 4 айналдыру үшін 4-ті 3-ке бағандап бөлсек жеткілікті. 4-ті 3-ке бағандап бөлетін болсақ, бізде шексіз периодты бөлшек болып кете береді. 1, 3, 3 болып шексіз кете береді. Оны біз ондық үлес дегендіктен 1,3 деп аламыз. Әрі қарай екіншісі 9-дан 7 ол бізде 0,7 әрі қарай 7 болып шексіз кете береді. Біз оны 0,8 деп аламыз. Әрі қарай үшіншісінде 15-тен 16 бізде 1,066 болып кете береді. Біз оны шамамен 1,1 деп аламыз екен. Әрі қарай кеттік төртінші. 11-ден 5. Шамамен ол бізде 0,45 болып период бөлшек қайталанады. Сондықтан біз оны 0,5 деп аламыз. Әрі қарай бесінші. 12-ден 19. Шамамен ол бізде 1,58 деп жазылады. Әрі қарай 3 болып кете береді период бөлшек болып. Период 3 болып. 1,58 период 3 болды. Бұл жерде 1,6 деп жаза аламыз екен. Ондық үлеске дейін жоқтағанда. Алтыншысы 21-ден 59. Бұл жерде бізде 2,68 біз оны 2,8 деп жазамыз екен. Әрі қарай соңғысы 7-ші 7-ден 45. Біз оны шамамен 6,428 деп жазатын болсақ, жоқтап. Енді біз оны ондық үлеске дейін дөңгелектеген кезде 6,4 деп жазамыз екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар оқушылар.